Қанеке қошеметтеріңіз! Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен The Family Crew, құрмет қошеметтеріңіз. Ассалаумағалейкум Ақтау! Қалайсыздар? Қайырлы кеш құрметті Ақтау қаласының тұрғындары мен қала қонақтары. Еркош қараш, бүгін ерекше атмосфера, ерекше көңіл күй, ерекше ауа райы және де ерекше сіздер, яғни ерекше көрермендер. Көңіл күйлеріңіз қалай Ақтау? Тамаша. Маңғыстау батыс пен шығыстың көне жолдары түйіскен өзгеше әрі қайталанбас өлке. Бұл өңір туралы кезінде араб жылнамашылары мен түрік тарихшылары жазды. Ал шығыс пен батыс зерттеушілері оны тереңінен танып білуге тырысты. Маңғыстау жері түрк әлемінің көп ұлтты болмысын бейнелейтін мәдени, тарихи және әлеуметтік маңызы зор бірегей мекен. Дұрыс айтасың. Біздің көркем Ақтау жай ғана қала емес. Бұл түрк әлемінің сұлулығы мен сан алуандығын көрсететін мәдениеттер мен дәстүрлері тоғысқан ерекше мекен. 2025 жылдың 5 сәуірінде Ақтау қаласы түрк әлемінің мәдени астанасы деген мәртебелі атаққа ие болды. Бұл оқиға қаланың ғана емес, бүкіл түркі тілдес әлемнің мәдени даму жолындағы маңызды кезеңі болып саналады. Каспий теңізінің жағалауында орналасқан Ақтау дәстүр мен заманауи өмір, сондай-ақ мәдениеттер арасындағы байланыстың тоғысқан маңызды орталығы болып табылады. Ақтаудың мәдени астана ретінде таңдалуы бұл өңірдің бай тарихы, дәстүрлері мен қазіргі заман өнерін бүкіл әлемге таныту мүмкіндігі болып табылады. Бүгін осы маңызды оқиға аясында біз Ақтау 2025 жылға түрк әлемінің мәдени астанасы халықаралық жобасы шеңберінде өтетін қалалық фестиваль ұлттық фестке қош келдіңіздер! Ұлттық фест, ұлттық шығармашылық, мәдениет пен өнер, музыка мен қолөнер әлеміне енуге арналған бірегей мүмкіндік. Ұлттық фест бұл ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан салт дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың өзіндік болмысын сақтай отырып, ұлттық мәдениеттің байлығы мен алуан түрлілігін дәріптейтін мереке. Бұл бірігуге, тәжірибе мен шабыт алмасуға тамаша мүмкіндік. Құрметті көрермендер, фестиваль 2 күнге жалғасады және фесттің әр күні өзіндік бір вайб пен ұранды ұстанатын болады. Ал біздің бүгінгі ұранымыз өткеніңмен үндес, болашағыңмен бірлес. Сіздерді фестиваль аясында өтетін барлық іс-шараларға белсене қатысуға шақырамыз. Мерекелік атмосферадан ләззат алып, халқымыздың бай мәдениеті мен мұрасына деген мақтаныш сезімін бірге сезінейік. Құрметті достар, ендеше сіздерді сәнді шоу күтуде. Жергілікті дизайнерлерді қолдау мақсатында ұлттық брендтерді таныстыру, аймақтағы танымал және дарынды сән үйлерінің заманауи ұлттық стильдегі ең жарқын коллекцияларын көрсететін сән көрсетілімін бастаймыз! Сіздерді көздің жауын алатын түстердің ғажайып үйлесімі, ерекше пішімдермен қайталанбас ою өрнектер күтеді. Мұның бәрі еліміздің бай мәдени мұрасынан шабыт алған дарынды дизайнерлердің туындысы. Маңғыстау облысының киім дизайнерлері одағы қауымдастығы 2017 жылы құрылған болатын. Бүгінгі таңда қауымдастықтың құрамында Маңғыстау облысының дизайнерлері мен киім өндірушілері болып табылатын 25 мүше бар. Қауымдастықтың мақсаты жергілікті дизайнерлерді қолдау және олардың танымалдылығын арттыру, сондай-ақ отандық тауарларды нарықта дамыту және ілгерілету болып табылады. Ұлттық нақыштағы заманауи киім үлгілерін жасап, өз жүрегінің жылуын арнаған отандық брендтерді қолдайық. Біздің мәдениетімізге деген мақтаныш сезімін бірге бөлісіп, дизайнерлеріміздің талантына тәнті болайық! Ортасында талайдың сайраған, сарсам аурын аққыман, кең дастархан ау жайнаған. Ағалары елдің ай аман бол, келдеме де бай шыршыда, жеңгейлерім де бар еді, әй ботадайда көздер ау жайнаған. Ал әмелерім де бар еді, сүгірдей ағам ау келді де, ақшам тұрып да айқайлап әй хабарды да салған ау еліме, мәжілісте майдана еліне. Көңіледі құрғыр аймастана, біз жүрі беріп біз жігіттері, әй адайдың да берген ау жеріне. Әй, дари-дари, әй, дари-дари, әй.
шей құрдас деп ей толайдың да жанын ай қинаған қыздарым да бар еді шай құйып та бермей атамның батихасын алам деп ей қопшада бетер ау қайысқан саусақтары да майысқан алтыда қарадай ағорда айрылып та қалып ей барасың біз сияқты да күніңде ей шабысы жүрек ай арыстан hey dari dari hey dari dari hey dari dari hey 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 dari dari hey dari dari hey dari dari hey hey dari dari hey dari dari hey dari dari hey Меруерт Балманова сән үйі. Бұл әрбір туындысы тек киім емес, ол тарихпен өрілген, жүрекпен тігілген өнер туындысы. Сән үйінен сырға салу, ұзату, құда түсу сияқты ұлттық салт дәстүрге арналған көйлектер мен күнделікті және заманауи үлгідегі сәнді көйлектерді таба аласыздар. Брендтің негізін қалаушы дизайнер Меруерт Балманова. Құрмет қошеметтеріңіз аямаңыздар, құрмет Ақтау қаласының тұрғындары мен қала қонақтары.
мен ұлттық рухты біріктіретін бір бас ерекшелігі бекей және этнопринтті маталармен жұмыс жасау. Өз топтамаларында зығыр, мақта, жібек секілді таза табиғи маталарды қолданды. Брендтің негізін қалаушы дизайнер Гүлбану Қамысбаева. Рух көзі киім бренді адамның жан дүниесінің жай күйі мен түпкі тамырымызға дейін сүйіспеншіліктің көрінісі. Брендтің ұраны жарқырай бер, көз тимесін. Брендтің негізін қалаушы дизайнер Бегайым Мұхамбетова. Құрмет, қошемет беріңіз.
көлемді және ыңғайлы спорттық киімдер мен аксессуарларды ұсынатын бренд. 2018 жылдан бері спорт түрлеріне арналған Дария балалар желісі жұмыс істейді. 2019 жылдан бастап бренд ересектерге, соның ішінде Қазақстан әлем чемпиондарына арналған спорт киімдерін шығарды. Брендтің негізін қалаушы дизайнер Назым Надырбаева. Шәркей, Ақтау қаласында құрылған 100% табиғи болгардан жасалған қазақстандық аяқ киім бренді. Сапаны бағалайтын және жергілікті өндірісті қолдайтын адамдарға ыңғайлы әрі сәнді аяқ киім өндіреді. Брендтің негізін қалаушы Хасанова Забира Мухсановна, дизайнер-конструктор Сенкевич Наталья. Құрмет, қошеметтеріңіз. ұлттық нақыш, заманауи пішін, жанмен тігілген әрбір бұйым. Бұл брендтің айрықша қолтаңбасы. Әр туынды сіздің болмысыңызды, ұлттың рухын сезіндіретін даралықтың көрінісі. Брендтің негізін қалаушы дизайнер Болар Алмурадова. Kara kübelenzi
Көжек бұл ананың бала махаббатынан туған бренд. Әрбір бөлшек баланың жайлылығы мен қауіпсіздігі үшін ойластырылған. Көжек сүйіспеншілікпен сызылған эскизден басталып, баланың үстіндегі дайы киіммен аяқталатын жол. Брендтің негізін қалаушы дизайнер Айнұр Бақтыбаева. Құрмет, қошеметтеріңіз! Маңғыстау облысында 2019 жылдан бастап жұмыс жасайды. Брендтің мақсаты қазақ балаларын заманауи үлгіде киіндіре отырып, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу, таза табиғи маталармен жұмыс жасау сән үйдің басты ұстанымы. Брендтің негізін қалаушы дизайнер Алия Кульбаева. Құрмет, қошеметтеріңіз.
құрмет, шеберлікке негізделген терең қолөнерлік тәсіл және пішіннің мінсіз сезімі негізінде құрылған авторлық қазақстандық киіз киім, аяқ киім мен аксессуарлар бренді. Брендтің негізін қалаушы дизайнер Татьяна Пугачева. Құрмет, қошеметтеріңіз. Жалғызым де жаным көріктім де, қымбаттым де, ұнаттым де, жылы сөздерім мен жылы күнде. Арыстаным, данышпаным, батылым, батырым, ақыным де, серігім де, жүрегім де, сенетін өмірлік тірегім де. Боз балаға күнім дейді қыз балалар, қыз балаға күнім дейді боз балалар. Бір-біріңді сүю үшін жаратылған қыз балалар мен боз балалар. Боз балаға қылмыңдайды қыз балалар, қыз балаға қырындайды боз балалар. Бұл өмірде бағалаңдар бір-біріңді, қыз балалар мен боз балалар. Аққуымде, ақгүлімде, нәзігім сұлуым гәккуімде, асқарымде, аспанымде, өзіңсің өмірлік тастанымде. 30-да бол, 40-та бол, мейлі кеше ғана 50-ге тол. 60-та бол, 70-те бол, көктөнен көңіл боз бала болсын. Боз балаға күнім дейді қыз балалар, қыз балаға күнім дейді боз балалар. Бір-біріңді сүю үшін жаратылған қыз балалар мен боз балалар. Боз балаға қылмыңдайды қыз балалар, қыз балаға қырындайды боз балалар. Бұл өмірде бағалаңдар бір-біріңді, қыз балалар мен боз балалар. Боз балаға күнім дейді қыз балалар, қыз балаға күнім дейді боз балалар. Бір-біріңді сүю үшін жаратылған қыз балалар мен боз балалар. Боз балаға қылмыңдайды қыз балалар, қыз балаға қырындайды боз балалар. Бір-біріңді бағалаңдар бұл өмірде, қыз балалар мен боз балалар. Назила Сатқан Зәкия 2022 жылы құрылған. Мақсаты қазақ халқының ұлттық киімдерін заманауи форматта дәріптеу, күнделікті өмірде ұлттық киімдерді танымал ету, сонымен қатар қыз-келіншектерге дәстүр мен заманауи стильді біріктіріп, ыңғайлы киім ұсыну. Брендтің негізін қалаушы дизайнер Назила Сатқанова. Құрмет, қошеметтеріңіз. Кет бірге. жағыңа барсам бола ма? Барғанда жүрме деген әкең ауада. Мен сені алып қашып кетсем ауылға, ауылға, ауылға. Ешім бізде ішім дайындалуда, дайынмын мен де жаным сені алуға. Анама апа деме келін болуға, ауылға, ауылға. Жүрегім өзіңді бақытым дейді, себебі сезімнің жанды емдейді. Махаббат бізге кепілдік бермейді, мейлі. Алтыннан құлағыңа сырға салам, ай жұлдыздардан алқамын шақтағам. Сөз берем жігітше мен сені алам саған.
жаным сені алуға, амама әдемі келін болуға, ауылға, жыр ауылға. Жүрегім сенсің қалауым, сен үшін бәріне барамын, ешкімге сұрап аламын. Махаббатым жақтың алауын, көресің бе сен де қарағым, өзің маған берші жауабын. Алтынна құлағыңа сырға салам, ай жұлдыздаған алған моншақтағам, сөз берем жігітше мен сені алам, мақтау бірге саған. Үй жағыңа барсам бола ма? Барғанда жүрмейм екен әкең алада. Мен сені алып қашып кетсем ауылға, ауылға. Үй ішім біздер үшін дайындалуда, дайынмын мен де жаным сені алуға, анама әдемі келін болуға, ауылға. Кәусар сән үйі, Кәусар салт дәстүр мен ұлттық мұраны, құндылықты дәріптейтін қазақы және заманауи үлгідегі киімдерді ұсынатын бренд. Брендтің негізін қалаушы дизайнер Дана Аташ. Құрмет, қошеметтеріңіз. Баршаңызға тағы да ассалаумағалейкум, көңіл күйлеріңіз қалай ақтау? Бәрекелді, дәл осындай көңіл күймен жалғастырамыз. Маңғыстау облысының киім дизайнерлерінің одағы қауымдастығы президенті Жекенова Әсел Ақбатырқызы. Меруерт Балманова Сәния. Бұл әрбір туындысы тек киім емес, ол тарихпен өрілген, жүрекпен тігілген өнер туындысы. Сән үйінен сырға салу, ұзату, құда түсу сияқты ұлттық салт дәстүрге арналған көйлектермен күнделікті және заманауи үлгідегі сәнді көйлектерді таба аласыздар. Брендтің негізін қалаушы дизайнер Меруерт Балманова. Қошеметтеріңіз. Қошеметтеріңіз болсын. Бану Төлеген сән үйі. Бану Төлеген бұл ерекше стильмен ұлттық рухты біріктіретін бренд. Басты ерекшелігі табиғи және этнопринтті маталарымен жұмыс жасау. Өз топтамаларында зығыр, мақта, жібек секілді таза табиғи материалдарды қолданады. Брендтің негізін қалаушы дизайнер Гүлбану Қамысбаева. Рух көзі киім бренді. Адамның жан дүниесінің жай күйі мен түпкі тамырымызға деген сүйіспеншіліктің көрінісі. Брендтің ұраны жарқырай бер көз тимесін. Брендтің негізін қалаушы дизайнер Бегайым Мұхамбетова. Құрмет, қошеметтеріңіз. Дишоп KZ сән үйі. Дишоп KZ әмбебап, сәнді және ыңғайлы спорттық киімдер мен аксессуарларды ұсынатын бренд. 2018 жылдан бері спорт түрлеріне арналған Дария балалар желісі жұмыс істейді. 2019 жылдан бастап бренд ересектерге, соның ішінде Қазақстан әлем чемпиондарына арналған спорттық киімдерін шығарады. Брендтің негізін қалаушы дизайнер Назым Надырбаева. Шәркет, Ақтау қаласында құрылған 100% табиғи былғардан жасалған қазақстандық аяқ киім бренді. Сапаны бағалайтын және жергілікті өндірісті қолдайтын адамдарға ыңғайлы әрі сәнді аяқ киім өндіреді. Брендтің негізін қалаушы Хасанова Забира Мұхсановна. Гүлмира Сәния, ұлттық нақыш, заманауи пішін, жанмен тігілген әрбір бұйым бұл брендтің айрықша қолтаңбасы. Әр туынды сіздің болмысыңызда ұлттың рухын сезіндіретін даралықтың көрінісі. Брендтің негізін қалаушы дизайнер Болар Алмурадова.
Сәния, көже. Бұл ананың махаббатынан туған бренд. Әрбір бөлшек баланың жайлылығы мен қауіпсіздігі үшін ойластырылған. Көже, сүйіспеншілікпен сызылған эскизден басталып, баланың үстіндегі дайын киіммен аяқталатын жол. Брендтің негізін қалаушы дизайнер Айнұр Бақтыбаева. Айханым Сәния, Маңғыстау облысында 2019 жылдан бастап жұмыс жасайды. Брендтің мақсаты қазақ балаларын заманауи үлгіде киіндіре отырып, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу. Таза табиғи металдармен, маталармен жұмыс жасау Сәнидің басты ұстанымы. Брендтің негізін қалаушы дизайнер Әлия Кульбаева. Пугачева Фелд. Дәстүрлерге құрмет, шеберлікке негізделген терең қолөнерлік тәсіл және пішіннің мінсіз сезімі негізінде құрылған авторлық қазақстандық киіз киім, аяқ киім мен аксессуарлар бренді. Брендтің негізін қалаушы дизайнер Татьяна Пугачева. Құрмет қошеметтеріңіз. Назила Затқан Сәния 2022 жылы құрылған. Мақсаты қазақ халқының ұлттық киімдерін заманауи форматта дәріптеу, күнделікті өмірде ұлттық киімдерді танымал ету. Сонымен қатар қыз-келіншектерге дәстүр мен заманауи стильді біріктіріп, ыңғайлы киім ұсыну. Брендтің негізін қалаушы дизайнер Назила Затқанова. Құрмет қошеметтеріңіз болса. Кәусар Сәния. Кәусар, салт дәстүр мен ұлттық мұраны, құндылықты дәріптейтін қазақы және заманауи үлгідегі киімдерді ұсынатын бренд. Брендтің негізін қалаушы дизайнер Дана Аташ. Құрметті көрермендер, сіздердің алдарыңыздағы барша дизайнерлер мен модельдерімізге құрмет қошеметтеріңізді аямаңыздар. Құттықтау сөз Ақтау қаласының әкімі Байпақ Әбілқайыр Жаңайұлына беріледі. Қайырлы кеш, құрметті Ақтау қаласының тұрғындары және қонақтары. Өзіңізге мәлім, 2025 жылы Ақтау қаласы түркі әлемінің мәдени астанасы болып жарияланғаны. Жыл басынан бері қазақтың төл өнерін, ұлттық дәстүрімізді дәріптейтін бірнеше атаулы шаралар ұйымдастырылды. Соның бірі міне бүгін арнайы Ақтау қаласының дизайнерлеріне арналған ұлттық фестиваль өткізіліп отыр. Өздеріңіз бүгінгі кеште тамашалағандай қазақтың бай ұлттық өнерін дәріптейтін кештің куәсі болдыңыздар. Сондықтан да бүгін сахнада тұрған барлық дизайнерлерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Қазақ халқының бай өнерін, мәдениеті мен әдет-ғұрпын, салт дәстүрін насихаттайтын біздің ұлттық киімдерді бүкіл әлемге паш ету әлі алдағы жылдардың жемісі. Сондықтан да бүгін осы дизайнерлерді қолдап келген баршаңызға үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Ақтау қаласы өсіп өркендей берсін. Әлі де Ақмаржан қала Ақтау өзінің мәдени астанаға лайықты екенін дәлелдейтін болады. Баршаңызға Құрбан айт мерекесі қабыл болсын, еліміз жасай берсін. Көп рахмет. Ендеше марапаттау рәсіміне кезек берейік. Құрметті Маңғыстау облысының киім дизайнерлерінің одағы қауымдастығы Ақтау түркі әлемінің мәдени астанасы аясында өткен ұлттық фестивальде шынайы шеберлігіңізді көрсетіп, сән мен мәдениетті ұштастырған керемет туындыларыңызбен сән көрсетіліміне қатысқаныңыз үшін шын жүректен алғыс айтамыз. Құрмет қошеметтеріңіз болсын.